Қайырлы күн, құрметті ата-аналар, ұстаздар және жиналысқа қатысушылар. Енді мына жерде күн тәртібі бүгін біз барлығымыз үшін аса маңызды тақырыптар бойынша мәселелер талқылау үшін жиналып отырмыз. Қазіргі заманда ақпарат ағымы көп, әлеуметтік желілер мен сыртқы ықпалдар балалардың санасына оң да теріс те әсерін тигізуде. Осындай кезеңде балалардың психологиялық, рухани және физикалық қауіпсіздігі бәріміздің ортақ міндетіміз болу керек. Әр ата-ана өз баласына тек материалдық тұрғыда емес, ең алдымен мейіріммен, сенімділікпен қолдау бере білсе, көптеген келеңсіз жағдайлардың алдын алуға болады. Баламен ашық сөйлесіп, оның ойын тыңдау зор тәрбиенің кілті. Мектеп, ата-ана және қоғам бірлесе жұмыс істеген жағдайда ғана біз жасөспірімдерге құқықбұзушылыққа бармауына, зор-зомбылыққа ұрынбауына, өз болашағына жауапкершіліктің қарауына ықпал ете аламыз. Бұл енді барлығымызға белгілі жағдай ғой. Бәріміз осы балалардың тәрбиесіне ең бірінші қарауымыз керек. Елдегі ұстаздардың беріп жатқан сабағын онымен қатар көшеге шығуы, балалардың қандай да болмаса тәртіп бұзушылықтың алдын алуда барлығымыз бірлесіп жұмыс жасауымыз керек. Енді осы жерде мына ауданнан Түсіпқалиев Аслан Кенжетайұлы келіп отыр. Қызылорда аудандық полиция бөлімінің бастығының орынбасары полиция полковнигі. Серкебаева Диана Хамитқызы, аудандық әдістемелік орталықтық тәрбие жөніндегі әдіскер. Дулығаева Гүлбайгүл Ақбілекқызы, сағыз дәрігерлік амбулатория акушер гинеколог. Осы жерде бармыз, не? Шахмонсыр Нұрмұхамед Шақасанұлы, имамы, біздің ауылымыздың имамы. Ерғазиева Айгер Ержанқызы, сағыз дәрігерлік амбулатория психолог. Осы жерде қатысып отқан азаматтар енді әркім сөзін айтады, осы жерде жалғастыра береміз. Қанша қылғанымыз? Саламатсыз ба, құрметті сағынған тұрғындары, ата-аналар. Біз енді 16-шы қыркүйек күні жеке мына сағыз 9-шы орта мектептің ата-аналарымен кездестім. Күнге мен қазір енді аудандық акиматтың жоспарына сәйкес қазір осы ата-аналар жиналысы ұйымдастырылып жатыр. Біздің ауылда деген көптеген мәселелер айтылды. 16-шы күні деген ата-аналарға қатысты. Біздің енді тақырыбымыз бала қауіпсіздігі, баланың тәртібі. Өзің білесіздер, көшеде ауданнан келіп отырған жасөспірімдер істері жөніндегі бөлімшесінің аға инспекторы Сәсенғалиев Айбек Өтеңұлы отыр. Өзі нақтылап деген несін санын статистикасын айтып өтеді. Мен қысқаша сіздің алдыңызда айтып өтейін. Сұрақтарыңыз болса жауап берейін. Қысқаша айтқанда, былтырғы 24-тің 12 айы бойынша аудан бойынша қазір бөлектеп сағызды, мұқырды, немесе басқа өкілдері ауылған есеп жоқ. Аудан бойынша айтылды. 24-тің 12 айы бойынша бізде деген жас өспірімдермен жасалған қылмыста, жас өспірімге қатысты жасалған қылмыста өсіп отырғанда. Соның ішінде қазір мына келіп отырған әріптестеріміз өзінің саласына сәйкес баяндамасына айтып өтеді. Ерте жүктілік бар. Ол да өсіп отыр бізде. Былтырға қарағанда қазір. Үлкен мәселе. Оның бәрі деген жиналысқа қатысып жүрген өше ата-аналар жоқ емес бар. Менің қатысуыммен өткізген жиналыстарымда бірінші мәселе бұл деген ата-ана баланың тәрбиесі. Тәрбие бесіктен басталады дегенде үйден. Үйден басталу керек тәрбие деген. Кейбір ата-аналар бар арамызда деген үкіметке беріп қойды баласын деген. Тәрбие беру керек, оқыту керек, тоқыту керек дегендей. Бала дүниеге келтірдік па, бала тәрбиесін біз беруіміз керек. Білімді беретін бізде ұстаздар, мұғалімдер, тәрбие беретін ата-ана. Biz өзіміз саламыз бойынша біз тәртіпке шақырамыз.
соны дұрыс түсініңіздер. Бала қазіргі уақытта ата-ана деген баланың тәрбиесі айналыспаған себептен көптеген айтып ғой, былтырға қарағанда 2 есе 3 есе өсіп кетті. Қылмыста да жасөспірімге қатысты, немесе жасөспірімге жәбірленуші болып, ол да өсіп отыр, жаңа өттім өзіндеген. Көптеген балаларға түнгі уақытта үйлерде болмайды, көшеде жүреді. Оны қадағалап жатқан ата-ана жоқ. Кіммен жүр ол деген, қайдан келді, немен айналысып келді. Кеше мына өзім естіген боларсың, ойын бойында жол көлік оқиғасы болды. Мотокөлікпен қатысты 2 жас өспірім 2009-2010 жылғы 15 жасар балдар түнгі 1-ден кетте ана облыстық маңызы бар трасса бойында, тас жол бойында, ауылдың ішінде емес, тас жол бойына шығып кетіп, жылқы малынан соғып, қазіргі уақытта екеуі де деген ауыр жағдайда. Бір бала деген комадан шыға алмайды. Бір құдай біледі ғой, жағдай қалай болады. Мен қанша болса сағызға келгенде жиналысқа қатысып жүрмін, айтып жүрмін осы деген. Бізде қазір деген проблема мотоцикл. Өзі ол алысқа барып келгенбіз, осы ауылда болған жағдайлар өзің білесіңдер, көресіңдер. Артық қандай қазақ айтып келгендер. Түсінемін, бәріміз де ата-анамыз. Мен де ата-анамын. Мен де мектеп жасында балдарым бар. Балдарымыз сұрайды, ештеңе киім қалдырғыңыз келмейді. Қасында досы бар, маған алып береді, көңілі емес, алып береміз. Сұраған нәрсесін деген. Бірақ киімді қарауымыз керек. Нені алып беру керек, нені алып беру керек емес. Пайдасы бар ма оның? Жоқ па? Өткен жиналыста да айттым мен. Бүкіл қазіргі дамыған заман қазір деген. Телефонның ішінде неше түрлі нәрсе бар. Біздің қарауға болмайтын, қарауға ұялатын нәрселер бар. Біз ата-ана болып ұяламыз ба қарауға. Соны балдарымыз қарайды. Ұлы бар, қызы бар. Көп нәрсені үйренеді соның ішінде. Сол бірде-бір ата-ана соның телефонның ішіне қарамайды. Балам нені қарап жатыр, нені ұғып жатыр оның ішінде. Кіммен сөйлесіп жүр телефонмен. Оны бөлек қазір Айбек өтеген оны тоқтап өтеді бойынша, телефон бойынша. Лудомания деген бар қазір. Ол қазір нақты официально дәлелдейді, ол аурудың бір несі, түрі лудомания деген. Көптеген балдарымыз қазір деген ұстап салады. Өзен бала боласын ол деген кәсіпке еще ашылмайды. Ата-анасын кейбір ата-аналар білмейді. Баласы алады соны, неге олимпа бірдеңеге қосып бар. Ата-анасын, әкесін немесе анасының несін деген, шотын деген. Соң үшін ай сайын алып тұрады ол деген, олимп деген. Соны бақылау алыңыздар. Екіншіден, тағы айтып жүрген нәрсем, түнгі уақытта жүрген бала немесе қылмыскер бар, немесе қылмыскердің қолынан зардап шегіп жүр. Екеуін көреді. Үшіншісі жоқ. Біз балдарымызды үйде ұстап отырсақ, ондан кейін көше жүргенше біз сабақ оқытсақ, ол деген зияннан гөрі пайдасы бар болатын сияқты болашағында өзінің баланың. Бала көшеде жүріп, қылмыс жасап, үйтіп қалып, болашағын бұзғанша баламыз деген. Өз қолымызды өзімізге есеппіз. Ертең бала көшеде біздің де жасымыз келеді, сол кезде шыдамыз істеп отырамыз. Бала құтпай кезінде неге ұстау керек. Жіберіп қойды кезінде, еркелетті. Қазір өзіме шауып жүр болады. Біз сол уақытта жетеміз. Қазір уақытта қолымыз алмасақ балдарымыз деген. Көптеген нәрсе осының ішінде болып жатқан өзіңіз білесіздер. Емен соғыда қызыл оғадағы қазірген ат шығып тұрған сағыз. Бүкіл республикадан шығып тұрған, білесіздер өзіңіз. Бәрі сол телефонның арқасында. Түгілсе телефонға сөйлеп, оны телефон бір мақтанғандай қылып, оны алып та сетке салып жібереді. Одан бір пайда көрген не жоқ, ата-ана жоқ. Сол ата-аналар бәрі шығарып, жауапкершілік тартып жатыр. Айыппұл салып жатыр, хаттама толтырып жатыр, сотқа да кетіп жатыр, құжаттар деген. Ол балалар ертең барып, бұйырса сол мектеп бітіріп, ертең жоғары оқу орындарына оқуға түседі. Сол кезде жеке істері білмейді. Ертең барып, сондан барып, қағаз жинаған кезде, сондан барып қағаз алып беріңіз дейді, сөйлейміз дейді. Сол кезде шықтап оның бәрі деген. Қылмыс болмай қойса, әкімшілік болса да, соның өзі шықтырады. Ой, ертең қабылдайтын жер, оқу орны деген, қабылдай ма, қабылдамай ма? Ондай балдар. Тәртібі нашар болған.
қазірден бастап ойланайық осыны деген. Бірігіп жұмыс жасайық. Полиция, осы ауылдың, осы тұрғындар, өздерінің азаматшылықтарын, осы участковыйда, ИТН-де, осы ауылдықты, сырттан келіп жатқан ешкім жоқ. Бірігіп жұмыс жасаңдар. Айтыңдар, мына бала деген тәрбиеден бұрыстық бар, или мына бала, мен баламды, ана бала сүйрелеп жүр, жаман жолда жүр. Жасырамыз біз деген, айтпаймыз, жаманатты болғымыз келмейді. Арты деген, үлкен неге жаман жағдайға жалғасып тұрмыз, жасығандар. Жаңа айтайын деген, түнгі уақытта деген, мына кафе, ресторан, бізде балдарымызды жіберіп қоямыз, официант жұмыс жасауға, оны дәреже көреміз, мақтанамыз біз деген. Баламызға ақша табыстау болады өзі. Маған қиыншылық көрсетіп тұрған жоқ. Өзіне киіміне жетіп жатыр. Ол бала қайда жұмыс жасап жатқанын. Ояқта түнімен жұмыс жасап кетті, ресторан, кафеде. Не алып кетті ол жерден? Не істеп кетті ол? Талай мана той болғасын ішінде болады. Киіспеушілік болады. Балаға сөздер айтылады. Оның бәрін бала жұмыстай берді, миына деген. Тап солай ертең сізбен сөйлескен кезде сол сөздерді сізге айту мүмкін. Көргендер, естігендер бәрі. Сосын мына бізде факт бар, кеше күні кеше анықталды, мына Миялы басынан дүкенде жасөспірімдерге темекі сатылды. Сол факт бар, бізде естіп жатырмыз, яғни нақты бізде ақпарат болмасын, қолмен сұрамағасын айта алмаймыз. Ол бағанағы алкогольдік өнімдерді сату, ондай сұрақ көрген жоқ, оның үшін бірақ кеше төрт факт болып темекі сатқан дүкенде. Бізде қазір деген қалай дүкен ашамыз, біз кәсіпкер болғасын, біз деген табыс тапқымыз керек. Ашқаннан кейін пайдасын көруіміз керек. Ар жағында сол дүкенші, дүкеннің иесі сатып тұрған кезде бана жасөспірім келіп тұрса, оның келіп денсаулығын болашағын ойламайды, пайдасын ойлайды. Мен бәрі бірдей банаға тұрға шықпаймын. Бар ондай кәсіпкерлер арамызда. Лишь маған пайда түссе болды. Қайтарып жіберіп, инспектор айтып, жаңа деген полицейдің баласы келіп кетті, темекі сұрап, мен қайтарып жібердім. Соны бақылауға алыңыздар. Ол мен ешқандай басқа дүкенге баруым мүмкін. Темекі тартуым мүмкін. Қасында ол жалғыз таппайды ол. Қасында болып тұр, тағы базар деген сияқты. Ондай ақпарат бізге ешкім айтпайды. Онымен қоса бағанағы дүкеннің иесі өзінің баласын қойып қойып тұр. Жасөспірім баласын дүкенші ретінде. Сол сатыр. Жасөспірімге сатқысы келеді. Қадағалау жоқ осының бәрі. Соңғысын айтып жіберейін, өткенде мен деген жаңа айттым, 16-шы қыркүйек күні кездестім, екі мектептің ата-аналарымен деген. Сонда бір айтқаным бар, 16-шы желтоқсаннан бастап заңды күшіне енді қылмыстық кодекске 125-1 деген бап шықты. Күшіне енді. Некеге мәжбүрлеген үшін қылмыстық жауапкершілік қарастырылды. Некеге мәжбүрлеген үшін. Ал қашқан жағдайда ата-анасы, алып қашып кеткен қыздың ата-анасы келіспейтін, білмейді. Шағымданатын болса, қылмыстық іс көтеріледі. Айыппұл 2000 есептік көрсеткіш 8 миллион ақша, немесе 2 жыл бас бостандығынан айыру көрсетілген. Егер де жәбірленушіге зақым келген болса, жарақат берген болса, онда 5 жылдан 10 жылға дейін. Бұндай факт бізде болған жоқ емес, қазақ болғасын болады, алып кетеміз, алып қашамыз, артынан барып ата-анасы енді білмегенсің бар, полицияға телефон шалып, қызын алып кетіп, осындай үйде отыр деп. Біз барамыз, ол кезде ата-анасына кездесіп, татуласып, сонымен қалатын қысқартып бар. Қазіргі уақытта факт болды ма, енді қысқарту деген жоқ. По факту іс көтеріледі. Соны ескеріп жүріңіздер. Жаңа маған айтып өтті ғой, сөздің басында ерте жүктіге сондайдан басталады. Ондай факт біздің сағыздарымыз бар. Бізден білесіздер. Бана неге бар? 122 статья. Ол факт та бар біздің сағыз басында. Айта десең ұят. Болды бірақ құрметті ата-аналар, дұрыс түсініңіздер. Ақтайды батсамыз ренжімеңіздер енді. Баланың тәрбиесімен айналысайық. Мен
әр жиналыста айтамын, мына сағыздың даңқын көтеруіміз керек. Жаман жағынан емес. Жаңа айтып, республика әйгілі болып тұр бізге. Қылмыс жағынан, басқа жағынан. Біз керісінше бізге спорт жағынан, өнер жағынан, білім жағынан көтеруіміз керек. Сағыздың ана жастары, мектеп оқушылары жақсы деп. Спорт жағынан да жақсы, өнер жағынан жақсы, білімнен де ана жақсы орындалып келіп жатыр деп. Басқа облыстарға барып. Сондай нетіміз керек. Біз қазір керісінше болып тұрмыз керек. Қалаға барсақ, сағызда не болып жатыр? Күнде бірдеңе болып жатады ғой. Өзімізде естіп жатқан барсың, қалада ағай домаларыңыз бар ғой. Менде қысқан нұсқасы сол, қазір енді әлі өткен нақтылап, тоқталап, анализге айтып өтеді, қандарын деген. Қандай фактор бойынша, қанша бана айыппұл салынғанын, қанша бана жасөспірімге хаттама отырғанын өзге. Ал маған сұрақ болатын болса, жауап беруге дайынбыз. Рахмет. Бөлек орын әрине, енді бұл бәрімізге ортақ мәселе ғой. Ауылымызды көркейту үшін бірінші өзімізден бастау керек дейді ғой. Тәрбие табыстықпен дейді. Каждый ата-ана өзінің үйінде баласын тәрбиелеу керек. Ана айтып жатыр ғой, ата секілді. Действительно, алып береміз. Бірақ оның ар жағында не болып жатқанын тағы білмейміз. Қазір былай айтқанда, осы ауылда да балаларымыз отын өріп мотоцикл айдайды. Оны өздерің білесіңдер. Полициямен де ұлықтаймыз деп, одан да кетті. Умаяқта бар, солбаға соғықты балалар мысалы. Бар ғой да қазір, дұрыс емес пе? Сол мәнге қарауымыз керек осы осыдан. Айын көтен шығамыз оны. Толықтай айтып, сосын кешкі уақытта балалар неше кезден жүру керек. Барлық сандардың бәрін айтып жүрсің ғой. Сосын балалар неше кезден жүру керек. Ата-анаға қанша айыппұл салынады, осы жерден бәрін анықтап айтшы. Статьясы қандай, қанша теңге кәдімгі қарап сөзбен айтқанда қанша теңге штраф айыппұл салынады, соның бәрін анықтап осы жерге жеткізіп кәдімгі. Армысыздар, құрметті сауал тұрғындары, ата-аналар. Мына тоқтала кететін мәселе бұны жұмысты ұйымдастыруда қазіргі уақытта біздің аудан көлемінде болып жатқан, жасөспірімдермен болып жатқан қылмыстың, әкімшілік бұзушылықтың, жалпы бала тәрбиесінің бізде жылдан жылға төмен қарай кетіп бара жатқанын көрсетеді. Енді мына тоқтала кететін болсақ, бала тәрбиесі бірінші үйден, ата-анадан басталуы керек. Бұл бойынша біздің Конституцияда көрсетілген Қазақстан Республикасының азаматы орта білім алуға тиіс және оған мүмкіндік жасау ата-ананың міндеті болып есептелінеді. Мына біздер мектептерге барғанда көбіне көреміз, әсіресе ер балдарға немесе қыз балдардың арасында мектеп формасын сақтамау. Және жалпы оқушылардың арасында сабаққа кешігіп келу, сабақтың үстінде ұйықтап отыру сияқты көптеген келеңсіз оқиғалар болып жатыр. Әсіресе қыз балдардың арасында мысалға үстіне формасын киіп, мантиен тағып, бірақ мысалға мектептің формасын толық сақтамайды. Құрметті ата-аналар, біз мына неге тоқталып отыр? Тәртіп бала үйден шыққанда, мектепке кіргенде мектептің өзінің ішінде тәртібі бар мектепте. Сол тәртіпке сай мектептің формасы, түсі, ұзындығы қалай киілу керек, соның бәрі жазылып көрсетіледі. Біздерде қыз балаға ұзын юбка кигізіп қояды, не өте қысқа юбка кигізіп қояды. Оның бәрі мектептің талабына, мектептің ішкі тәртібіне сәйкес келмейді. Біздер балдарымызды қазір мектеп жасынан бастап тәртіпке, заң сыйлауға ең бірінші үйретуіміз керек. Бауыржан атамыздың сөзі бар, тәртіпсіз ел болмайды, тәртіпке бағынған құл болмайды. Сол тәртіпке бағынып, осы қоғамда тәртіппен қалыптастырып отырмыз. Құрметті ауыл тұрғындары, ата-аналар, екінші мәселе, қазіргі уақытта жасөспірімдердің арасында болып жатқан қылмыс саны. Былтырғы жылмен салыстырғанда қазір былтыр бір қылмыс болса, биыл екі қылмыс болып отыр. Және олардың біреуі, яғни 109 жол
ұрып соғу. Екіншісі 293 бап бұзақы, яғни тоқтасып өлу. Бұл бойынша да біздің полиция бөліміне оқушылар жеткізілді, заң талап, заң шаралар алынды сотпен. Және қазіргі уақытта біздің полиция бөлімінде есепте тұр. Құрметті ата-аналар, ол тек есепте тұрғаннан кейін өздеріңіз білесіздер, қазір заман барлығы базаға енеді, бәрі көрініп тұрады. Баланың болашақта оқуға түсуіне және мемлекеттік жұмыстарға кіруге, білім беру ұйымдарына жұмысқа кіруге ол өзінің кедергісін келтіреді. Одан бөлек, біздің ауданымызда жасы 16-ға толмай, яғни қылмыстық жауапкершілікке тарту жасына жетпеуіне байланысты қысқартылып жатқан қылмыстар саны өте көп. Ол бойынша да бірнеше бала қазіргі уақытта аудандық полиция бөлімінде есепте тұр. Және бұдан бөлек, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 127 бабы бар. Яғни ата-аналық міндетін дұрыс орындамау. Бұл бойынша да біздер 2024 жылмен салыстырғанда 3 есе артық. 2024-тің 9 айының 22 хаттама ғана толтырылса, биыл 58 хаттама толтырылды. 9 айының. Бұдан нені көреміз? Яғни ата-аналық тәрбие берудің қазір аудан бөлімінде 3 есеге төмен түсіп кеткенін көреміз. Және жасөспірімдерге қарсы жасалынатын қылмыстар бар. Ол бізде былтыр біреу болса 2024 жылы, биыл 3 болды. Бұдан да өсім бар. Бұның бәрі қызылға қарсы жасалынды. Және бәрі осы сағыз ауылында болып отырған оқиғалар. Бұны саралау кезінде, қылмыстық саралау кезінде. Бұның бәрі телефон арқылы танысып, ар жағы WhatsApp-пен сөйлесу, одан кейінгі бұл телефон арқылы бір-бірімен сөйлесіп соңы осындай жағдайға әкеліп отыр. Құрметті ата-аналар, балаларыңыздың ұялы телефонын бақылаңыздар. Бақылайтын программалар бар қазіргі уақытта, баланың телефонын бақылайды. Соны қосып қойыңыздар. Кіммен араласады, кіммен сөйлеседі, қандай достары бар, соларды қараңыздар. Және қазіргі уақытта, күнгі уақытта жасөспірімдердің, яғни әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 442 бабының 2 және 3 бөліктері. Бұл бойынша да өте көп. Былтырғы жылғы 9 айда 302 бала болса, биыл 354 бала 9 айда. Бұдан да өсіп. 11-ден кейін қазіргі уақытта ата-аналарға балаларын көшеден ұстап полиция бөліміне жеткізілгеннен кейін телефон соғып шақырсақ өзімізге ренжиді. Менің баламды ғана көрдіңіздер ме көшеден? Менің баламды ғана тоқтаттыңыздар ма? Басқа балалар жоқ па деген. Бұның да саралап қарайтын болсақ, көшеден 10 бала ұстасақ, соның 7-і не 8-і қыз балалар. Қазақта жақсы сөз бар, қызға 40 үйден тиын дейді. Тағы да бір жақсы сөзіміз бар, қыздың тәрбиесі, ұлттың тәрбиесі деген. Сол себепті құрметті ата-аналар, мен қыз балаларға әке шүйілік отқа ештеңем жоқ. Оның бәрі өзінің ойына шығарғаным емес, біздің статистикамызды көрсетіп отырғаны. Және алдағы уақытта балаға жасалынған, балаға қарсы болған қылмыстарда бәрі де ата-анаға келіп тірелетінін өздеріңіз білесіздер. Сол себепті қазақта кімнің баласы дейтін сөзге қалмас үшін қазірден бастап баламызды тәрбиелегенде заңға бағыну, тәртіпке бағыну сияқты қағидаларды қалыптастыруымыз керек болды. Және баланың ортасы қандай орта, кіммен сөйлеседі, кіммен араласады деп міндетті түрде ұялы телефондарды қараңыздар. Жаңа айтып өткен басшым Аслан Кенжетайұлы айтып өтті. Миял ауылында сіздерде темекі шегетін алкоголь пайдаланған жасөспірімдер кездесті. Оның ішінде де қыз балалар болды. Бұл бойынша 4 азық-түлік дүкеніне әкімшілік айыппұл салынды. Қазақстан Республикасының 133 бабы бойынша, яғни дүкенге балаларды тұрғызған баласы өз сияқты жасөспірімдерге темекі сатқан. Ал ол балалар мектепке келіп темекі шеккен.
сондай жағдайлар болып жатыр. Оны да бақылаңыздар. Бұдан бөлек тағы да тоқтала кететін мәселе мына жасөспірімдер түнгі уақытта ойын сауық орындарында болу, яғни тойдың кезінде официант болу, фотоға түсіру сияқты жұмыстар атқарады. Бұл бойынша Мел ауылында 2 факт анықталды тойдың уақытында. Және Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық туралы кодексінің 442 баптың 1-ші бөлігінде, яғни сағат 22:00-ден таңғы сағат 00:00-ге дейін жасөспірімнің заңды өкілінсіз ойын сауық орындарында болуы дейтін бар. Сол бойынша жасөспірімнің ата-анасына айыппұл салынды 19 мың теңге. Және 101-ші бап бар әкімшілік бұзушылықтың, яғни бұл кафе ресторандардың иесіне салынады. Бұнда көрсетілген 22:00-ден таңғы сағат 00:00-ге дейін жасөспірімнің заңды өкілінсіз ойын сауық орындарында болуына жол беру. Айта кетейін, қазіргі уақытта бала еңбегін пайдалану заңға қайшы болып келеді. Оны жұмысқа алу үшін, жұмысқа тарту үшін осы жерде кәсіпкерлер болса, айта кетейін, еңбек шарты болу керек. Яғни жасөспірім болса 16 жастан бастап жасалынады, ата-анасының рұқсатымен ғана жасалынады. Бірақ онда да түнгі уақытта тойханада болуына рұқсат етілмейді. Түнгі уақытта тойханада болуына рұқсат етілмейді олар. Және тағы да тоқтала кететін бізде қазір үлкен мәселе лудомания жаңа Аслан Кежекбайұлы қысқаша айтып кетті. Бірақ бұл бойынша да қазіргі уақытта өзінің өмірін тасталқан болып отқан адамдар өте көп. Лудомания, яғни ойын құмарлық ғасыр дерті деп айтуға болады, бүкіл әлемде бар нәрсе. Осымен күресу үшін қазіргі уақытта баланы мектеп жасында, кішкентай кезінен бастап осы ойынның зияндылығын балаға жеткізуіміз керек. Біздерде Мел ауылында фактілер анықталып жатыр. Ата-анасының өзіне аша алмай, Олимпиад дейтін, 1xbet сияқты букмекер контора дейміз ғой. Солардан ата-анасының, өзінің ағаларының, бауырларының 18-ге толған азаматтардың атынан логин ашып, сонымен кіріп, қазір болып жатқан спорттық жарыстар бар. Теннис дейміз, футбол дейміз, әсіресе қазір футболдың науқаны басталды. Футболға старт тігуден басталған көп нәрсе. Мектеп оқушылардың арасында старт тігу бар. 500 теңге, 1000 теңгеден старт тігеді. Бұл қазір солай кішкентай ақшадан басталған нәрсе, ертең есейгенде үлкен ақшаға айналып кетуіміз. Бұндай жағдайда кездесіп үлкен азаматтардың ішінде үй үшін ағайын тумасын кредитке кіргізіп 20 миллион, 25 миллион, ең азы 10-15 миллион кредитке кіргізіп қойғандар бар. Бұл үлкен мәселе. Сол себепті балалардың жаңа тағы да қайталап айта кетейін, ата-аналар ұялы телефонын әрдайым бақылауда ұстаңыздар. Себебі қазіргі дамыған заманда бәрі ұялы телефон арқылы болады. Және осы сәтті азаматтардың жиналған пайдаланып сіздерге тағы айта кететін соңғы мәселеміз интернет алаяқтық. Оны біздер әр жерде жиналыс сайын қайталаудан танбаймыз, айтып жатыр. Бірақ та алданатын адамдарды әзірге азаймайды. Себебі қазіргі уақытта біз осылай деп түсіндіріп кеткенмен алаяқтар өздерін алдау түрін өзгертіп басқаша алдауға көшкен. Қазіргі уақытта жасанды интеллект дейміз. Жасанды интеллекттің дамыған заманында ағайын болып, телефонымызға, WhatsApp желісі арқылы, басқа да әлеуметтік желі немесе былай да видеозвонокпен соғып, баласы болып, жолдасы болып, телефон соғып, өзінің басқа бір оқиғаға тап болған жолда полиция қызметкері тоқтатып, басқа да жағдайлар деп оқиғаларды айтып, ақша алдыртып алып жатқан да жағдайлар кездесіп жатыр аудан бойынша.
Бұндай жағдайда ағайыныңыз, туысыңыз соқса, міндетті түрде өзінің ұялы телефонына шынымен сол адамға мүмкін сізден ақша сұрауы да мүмкін ағайыныңыз ретінде. Қарыз ақша алуы мүмкін енді. Өмір болғасын болады, бірақ алаяқтарға алданбас үшін міндетті түрде сол адамға көз жеткізіп алыңыздар. Одан бөлек мына әсіресе әйел адамдар қазір 15-100 теңге арзан ыдыс сатса, арзан киім сатса, Инстаграмнан неге соған тапсырыс бересіздер, ол жасырын емес. Бұндай жағдайда бізде кездесіп жатыр. Ана арзан болғасын ыдысқа тапсырыс беріп едім, ыдысымда жоқ, ақшамда жоқ дейді. Оған да сақ болыңыздар. Шыны керек, негізі қолмен көріп, көзбен ұстап, сапасына қарап алғанға ештеңе жетпейді деп ойлаймын. 10 теңге болсын, 20 теңге қымбаттау болады, бірақ қалған ақшаңыз өзіңіз қалтаңызда қалады, алданбайсыздар. Және қазіргі уақытта мына 14-14-тен телефон соғып оператормын деп сіздің есепшотыңызға хакерлер шабуыл жасап отыр. Сізге келген мына 6 санды бізге айта қойыңыздар дейтінде кездесіп жатыр, халқыңыз өте көп кездесіп жатыр. Сондай жағдай болса, айырып тастаңыздар. Өздеріңізге келген цифрды ешкімге айтпаңыздар. Және өздеріңіз туралы жеке ақпараттарыңызды, жеке шоттарыңызды, мына әсіресе телефонның ішіне кейбір азаматтар бар, единсіз саламыз дейді, не дейді, манағы өздерінің шот нөмірлерін қалдырып қояды. Соған да сақ болыңыздар. Өздеріңіз туралы жеке ақпаратты ешкімге бермеңіздер. Құрметті ата-аналар, сөзімді толықтыра кетейін. Қазіргі уақытта мына балалардың арасында қылмысты алдын алу үшін, балалардың тәртібін, тәрбиесін жөнге қою үшін үш жақты жұмыс жасауымыз керек. Полиция қызметкерлері бар, мектеп бар, мектептегі ұстаздарымыз, мұғалімдеріміз бар, және ата-ана бірлесіп жұмыс жасасақ, балаларды жақсы жағынан тәрбиелейміз деп есептеймін. Сол себепті байланысымызды үзбейік, байланысымызды нығайтайық. Бала тәрбиесі бәрімізге ортақ жұмыс, ортақ міндет. Еліміздің болашағы қазіргі мектептің балалар, елімізді дамытатын да сол азаматтар. Сол себепті бірлесіп жұмыс жасайық, сұрақтарыңыз болса жауап беруге дайын. Тыңдағандарыңызға рахмет. Айбек мырзаға сұрақтарыңыз болса, енді Айбек жаңа айттым ғой, сұрақ түнгі 23:00-ден кейін көшеде жүрген балалар ұсталған жағдайда қара сөзбен айтқанда кімге ата-анасына саласыңдар ғой айыппұлды? Қанша теңге саласыңдар? Осы жерде анықтап айтыңызшы, статьяларды айтты ғой, статьяны айтқанда көп адам оны түсінбейді, қаржы статьяны анау мынау деп. Кейбірмен қара сөзбен мысалға қанша теңге айыппұл саласың, соны айтып 11-ден кейін. Сіздерге ескерту ма, әлде айыппұл бар ма? Айта кетейін, 442-ші баптың түнгі уақытта қоғамдық орында жүруі 442-ші баптың 2-ші және 3-ші бөлігінде. Яғни 2-ші бөлігінде 1 жыл ішінде бірінші рет бала ұсталатын болса, 11-ден кейін көшеде жүріп полиция қызметкерлеріне, онда ата-анаға бірінші рет болғаннан кейін ескерту беріледі. Заңды түрде онда штраф деген жоқ, ескерту беріледі. Келесіде баласын 23:00-ден үйінен шығармауға үшін. Ал екінші рет, бір жылдың ішінде екінші рет немесе үшінші рет қайталанатын болса, ата-анаға 442-ші баптың 3-ші бөлігінде көзделген бұзушылық бойынша әкімшілік хаттама жасақталып, ювеналдық сотқа, облыстық сотқа жіберіледі. Келісте сол арадан 50% жеңілдікпен 19 теңге штрафы бар. 19 теңге штраф салынады. Ал бір жылдың ішінде баласы бірнеше рет, яғни 2 немесе одан да 3 рет, 4 рет ұсталатын балдар бар бізде, кездеседі ондай. Ондай жағдай болса, ата-анаға тағы да қосымша хаттама толтырылады. Яғни ата-аналық міндетін дұрыс атқармау. 127-ші бап бар, әкімшілік бұзушылық кодексі жаңа айтып өттім. Сонда көрсетілген, яғни 19 теңге біріншісіне бірінші рет час берілген, бірінші бөлімінде 19 теңге салынады, сотпен, екінші бөлімде 32 теңге штраф салынады. 30 теңге салынады. Ал оған да көнбесе қандай? Көнбесе балаларды бейімдеу орталығы бар. Бейімдеу орталығы, яғни Қазақстанда, Ақтау қаласында қазір біздің батыста арнайы спецшкола дейміз ғой. Сотпен
сонда бейімдеу орталығына жіберіледі бала. Және бізге есепке алынады. Бізде мына есептердің ішінде яғни қаңғыбас дейтін есеп бар. Осындай түнгі уақытта бірнеше рет құқық бұзушылық жасаған бала сол есепке алынады. Және айта кетейін, тағы да ата-аналар, бізде есептің осындай сабаққа егер балаңыз сабаққа келмейтін болса, бірнеше рет себепсіз сабақтан қалатын болса, оның да есебі бар. 102-ші есеп, яғни сабаққа келмеген бала есепке алып, біз ары қарай түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Енді мына осыны мына каждый ата-ана біледі, оны ата-ана білгенмен балаға жеткізіп айтады, бірі жеткізе алмайды. Кейбір балалар бар, ата-анасы тыңдамайтын балалар, бәріміз де білеміз ғой. Енді каждый баланың қолына ұстату керек осы. Қандай жағдайда, бұл жерде қай уақытта жүргенде қанша айыппұл салынатынын балалардың бәрі өздері білу керек. Каждый баладан қазір сұрасаң білмейді, былай айтқанда. Ата-анадан бөлек балалардың қолына ұстату керек. Мына мектептің директорлары бар ғой, мұғалімдер бар бәрі. Соларға мысалы тапсырма беру керек. Дұрыс айтып? Дұрыс айтып. Каждый білу керек. Каждый дұрыс болсын. Балалардан қазір сабақ алғандай қылып сұрау керек. Ал сен көшеде жүріп осындай қанша айыппұл салынады деп. Сен әке-шешеңе. Егерде бала толып жүреді кешке қарай түнімен. Соның бәрін қадағалау керек. Егерде бала ата-ананы тыңдамайтын болса, көшеге шығатын болса өздігінен, бізде қорғау нұсқамасы дейтін есеп бар. Балаға қорғау нұсқамасын шығарып, есепке аламыз, бір айға баламен прямой жұмыс жүргіземіз деген профилактикалық жұмыс. Ол да жалпы жақсы нәрсе емес, баланың есепке алынғандығы жөнінде көрініп тұрады. Бірақ та енді амалсыз бала манағыдай қылмысқа немесе қылмыстық құрбаны болмас үшін ата-ана өзі саналы түрде осы есепке алдырту керек деп ойлаймын. Егер де өзінің тәрбиелеуге әлептенмесе, біз жұмыс жасаймыз. Қорғау нұсқамасы бір айға шығарылады. Деп айтылғанға түсінбей қалуы мүмкін. 17 жастан бастап 16 жасқа дейінгі жасөспірімге баланы ұсталыстан, 16 жасқа дейінгі баланы ұсталыстан, ата-ана толтырады деген. 17-ге толған балаға өзіне толтырады. Жасөспірім өзіне толтырады. 17 жастан бастап. Соны ескеріп қойыңыздар. Бала мен айтып тұрмын ғой, ертең жоғары оқуға түсетін болатын болса, ол бала ертең соңынан қағаз студентisi алған кезде өзінің атынан шығып тұрады. 17 жастан бастап толтырған қадама. Енді 17-ге дейінгісі көрінбеуі мүмкін, бірақ біз есепте түрде көрсетеміз ол баланы деген себебі. Бала ата-ана толтырғанмен де баламызды есепке аламыз ғой. Сол есепте түрде біз мінездеме береміз. Справка. Соны ескеріп жүріңіздер. 17 жастан бастап жасөспірімнің өзіне толтырылады. Оған дейін ата-анасына. Бірақ айыппұл сол. Екінші мына мәселе мына мотоцикл ғой, ауылдың ең күрделі мәселесі сол. Осы жерде біздерде қылмыс болады, рейд келеді, ол кезде мотоциклдердің бәрі жоғалады, содан кейін қайтадан шығады. Соларды қадағалауымыз керек. Олардан да мысалға қазір мотоциклмен автокөлік болып есептемейді. Вот енді соларға мотокөлік қой мысалы. Ол уақытта да манағыдай бәрін қолдарына беру керек. Қанша толтырады, қанша штраф алады ата-ана. Бірінші бұл жерде ата-ана алады айыппұлды. 17 жаста өзіне толтырып кетіңіздер, 16-ға дейін ата-ана. 16-ға дейін балалар айдап жүрген өздеріңізді көріп жатыр, оны етіп жатыр. Біздерден мысалы полиция бөлімшесін. Бірақ оны тыңдап жатқан бала жоқ, тәрбие беріп жатқан ата-ана жоқ деп есептеуге болады. Полиция жоқ жерде уже мотоциклде жүреді. Қазір өзімізге соғып қалады жүреді. Соның бәрін қадағалауымыз керек. Қосымша айтып жіберейінші, мотоцикл бойынша бір мотоциклді біз тоқтататын болсақ, қазір деген 3 хата болып тұр. Бір азаматта оның біріншіден правасы жоқ. Правасы болса категориясы жоқ. Категория білесің, мотоциклде А деген категориямен басталады. Категориясы жоқ. Екінші, бастарына шлем кимейді. Екінші, сосын нөмір жоқ. Мемлекет нөмір алмайды. 3 хаттама толтырады. Сонда ол деген 58 мың бірдеңе, 60 мыңға жоқ ақша. Бір үйдің бюджеті. Ана жасөспірім бала
толтырғанның өзіне ойыншыққа туа берсін, ол бала деген бала толтырғанмен келеді, бәрі ол деген ата-анасы үйде шығарып келеді, айыппұлды. Ол үйдің жаңағы бюджеті бәрі асырылса. Соны ескеріп жүріңіздер. Кеше енді өткен мен жиналыс сайлауы өттім. Бірінші қыркүйекте мен деген алғашқы қоңырауға баратында ескертіп айттым мен мектепке, тоғыз мектеп барады. Ата-аналар балдарыңызды мотоциклмен алып келмеңдер мектепке, алып кетпеңдер. Бір ауылдың ішіне тұттай ауыл жаяу келсін. Жандарың ашпаса бірге ертіп келіңдер. Біз кезде осы аспан саларып түскен жоқпыз, өзімізде мектеп оқыдық, боранды да, қыста өзіміз үйден шарж беріп барамыз, келеміз. Қазір деген машинамен алып келу керек балдарды, апару керекпіз деген. Бала одан деген физически көп дамымайды да, былай қарасаңыздар. Жаяу жүрген пайдалы балаға деген. Ойнап келеді, ойнап барады. Ал сол кеше 1 сентябрь күні айтып өттім. 15 сентябрь ме? Қателеспесем. 9 мектепке келіп тұр ата-ана деген. Ішкен күйінде мотоциклмен тұтқандай қызды отырғызып алған мотоциклмен. Мектепке шығарып үйіне алып барды. Полиция қызметкерлері артынан еріп банаға тоқтатуын сұрайды, тоқтамайды. Бір қыз, төртінші қыз, мотоциклді семеялықтан гәрі сәт болып тұр. Аяғымен теріп қой, қолымен алда үшінші қыздың иығына қолын теріп тұр. Ана сол кезде құттай бұрып жүрсе, ана кісі деген мотоцикл. Өзіне есеп болмаса, 3 бала кетеді ғой бұл жерге. Мен соны түсінбеймін, сол қандай сананы сезіммен үйден шығып батқан не ойлайсыз ол кісілерге? Ішіп алған біліп тұр прекрасно. Кеше бір жағдай болды, өзің білесіздер. Тоже ішіп алған күйде. Оның пайдасын көрген жоқ, қазір облысқа атырау алып кетті, қазір ауруханаға. Бәрі сол оту өлтінге кесілі. Ішкен күйде дейді, ішкен күйде өзі білесіздер. Ол қылмыскер, ішкен адам. Соны бақылауын сойымыз. Құрметті ата-аналар. Құрметті ата-аналар, айта кетейін, егер де балаларымыз мотоциклайды жаңағыдай хаттама толтырылса, 17-ге тола берсін балаларымыз, 16-ға тола берсін, өзіне хаттама толтырылғанмен, ата-анаға қосымша хаттама толтырылып, әкімшілік бұзушылық жасаған үшін бала ата-анаға қосымша 127 ата-аналық міндетті дұрыс орындалмағаны үшін міндетті түрде әкімшілік хаттама және толтырылады. Ол бірден бірі екі емес, үшінші бөліммен толтырылады, манағы айтқан 39 шығарып салынады. Жақсы, басқа сұрақтарыңыз болмаса, рахмет. Қайырлы күн, құрметті әріптестер, құрметті ата-аналар. Бүгінгі жиналысымыздың тақырыбы бала тәрбиесі. Адам өміріндегі ең үлкен жауапкершілік өз балаңа дұрыс тәрбие беру. Халқымыздың ұядан не көрсе ұшқанда соны еттейді. Бұл сөздің астарында үлкен мән бар. Бала мінезі әдептілікті, адамгершілікті бала отбасынан алады. Яғни, сондықтан ата-аналар үлкен өтініш болып тұр бұл жерде. Баланы кәдімгідей тәрбиелеуші өтініш. Баланы сабаққа жіберер кезде мейіріммен, махаббатпен жіберекші балаларымызды. Балаға ең алдымен махаббат пен мейірім және ашық сөйлесу керек. Бала не істеп жатыр? Бүгін сабақта не болды? Қалай өтті? Сабақтарыңыз қалай өтті? Не істедің сабақта деп сұраймыз ба? Бала өзі сүйікті, қажетті адам ретінде сезінсе, сонда өмірге сеніммен қарайды. Екіншіден, еңбек пен жауапкершілікке баулу маңызды. Мысалы, өзімнің өмірімнен кейс айта кетсем сіздерге. Мысалы, мен ата-әженің қолында өскен қызбын. Ата-әженің қолында өскенде біз еркелеп өскен жоқпыз сөзін шамаға. Шындығы,
мысалға атамыз бен әжеміз бізді кәдімгідей жұмысқа жегіді. Ал қазіргі жастарды білмеймін, бірақ та қазіргі жастарды мен олай айта алмаймын. Сондықтан балаларды еңбекке баулуға көп тарту керек деп ойлаймын. Үшінші мәселе, үлгі көрсету. Ең мықты тәрбие құралы бала естігенін емес, көргенін қайталайды. Сондықтан біз өз мінезіміз бен ісімізге үлгі болуымыз керек. Баланы тәрбиелеу мектеп пен ата-ананың ынтымағы табысты кілті. Мұғалім мен ата-ана бір-бірін бағытта жұмыс істесе, нәтиже әрдайым жақсы болады. Біздің ортақ мақсатымыз тәртіпті, білімді, адамгершілігі мол ұрпақ тәрбиелеу. Құрметті ата-аналар, бала біздің өміріміздің жалғасы, еліміздің болашағы. Оның болашағы бүгінгі біздің ісімізге байланысты. Сондықтан әр күнімізді жылы сөзден, жақсы үлгіден бастайық. Құлақ түріп тыңдағаныңызға үлкен рахмет. Саламатсыздар ма, Сағыз тұрғындары және мекеме басшылары және ата-аналар. Енді бүгінгі тақырыпта, яғни балалардың буллинг, зорлық, зомбылық, ерте жүктілік, яғни отбасын ерте құру туралы ауқымды тақырып қаралып жатыр екен. Яғни бүгінгі кезімізде бала тәрбиесі ата-ана үшін күрделі жауапты істердің бірі. Яғни қай халық болсын, ұрпағын тәрбиелеп, терең мән беріп, оның болашағына үнемі назар аударып отырған. Ұяда не көрсең, ұшқанда соны дерсің деген жаңағы әріптестеріміз де барлығы айтып жатыр. Яғни бұл кезде ата-ананың үйдегі іс-әрекеті баланың көз алдында өтеді. Сондықтан бізді біріншіден өзіміздің отбасылық жағдайымызды ата-ана ретінде кез келген отбасыда ұрыс-керіс, айқай-шу болып тұрады. Яғни оны баланың көзінше талқыламай, жақсы жағынан тәрбиелеуіміз керек. Яғни ата-ананың ала алмаған жылулықты көшедегі керек емес жағдайлардан, қоршаған орта факторларынан іздейді. Яғни қазіргі кезде осы ата-аналардың көп уақытын, қазірдің уақыттың шектелуі ме, ол табиғи құбылыстарға байланысты ма, көп уақытын жұмыста өткіземіз. Яғни бұл кезде уақыттың тапшылығына байланысты, главный ең басты баламыздың киімі бүтін, тамағы тоқ, яғни қолында қымбат смартфон болса, сол мәселені шешу болып қазір ата-аналардың түсінігінде сол қалыптасқан. Яғни баламен ортадағы қарым-қатынасты толықтай ашық әңгіме жүргізілмейді. Яғни қазіргі кезде осы ерте жүктіліктің болуы да осы жағдайларға байланысты. Яғни әкеге қарап ұл өсер, анаға қарап қыз өсер деп айтады ғой. Сол сияқты осы әңгіменің төңірінде, яғни осы аналарымыздың қыз балалардың арасындағы толық ашық әңгіменің болмауы. Бүгінгі таңда осы қоғам алдында да маңызды мәселелердің бірі жасөспірім қыздар арасындағы ерте жүктілік. Бұл мәселе тек қана медициналық тұрғыдан ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік, психологиялық, тәрбиелік тұрғыдан да өте үлкен ауқымды мәселелердің бірі болып отыр. Ерте жүктілік қыз баланың денсаулығына, болашағына және қоғамның дамуына елеулі әсер етеді. Ең алдымен ерте жүктіліктің, яғни ол қалай пайда болды, яғни оның салдарын біздер толыққанды қыз балаларға түсіндірмеуіміздің әсерінен. Яғни бұл жерде жыныстық тәрбиенің мүлдем жоқтығынан пайда болады. Қазіргі кезде мен Сағыз ауылында жұмыс жасағаныма 8 жылдан артық уақыт өтті. Соңғы 6 ай кезінде осы ерте жыныстық қатынасқа түсу, яғни осы мектеп қыз балалар арасында, яғни бұл кезде 13 жас пен 17 жас аралығында жиі тіркеліп отыр. Бұл ерте жыныстық қатынасқа түсу, яғни ерте жүктіліктің пайда болуы, яғни ерте отбасын құруға итермелейміз. Қазіргі кезде мысалға ата-аналардың өзінде ерте жүктілік болғанның өзінде бәрін жылы жабуға тырысамыз. Әңгіменің шындығы да,
өйткені оған дейін ұят деген тәрбиені, ұят бәрін оған дейін мән бермейміз. Ал осындай жағдай туындағаннан кейін оны тек жылы жабу үшін оны ерте отбасы құруға біздер итермелейміз. Ерте отбасы құрудың өзі аяқ жағы көбінесе осы Қазақстан халқы бойынша статистикалық тұрғыдан да айтып жатыр ғой, қаншама нелер бұл сандық мәселелерге байланысты емес ол, бірақ көбіне ол ерте отбасы құру, яғни ажырасуға алып келеді деген сөз. Бұл ерте жүктіліктің өзі бірінші жаңағы ананың яғни 13 жас пен 17 жас аралығында ол кезде қыз баланың организмі толық қалыптаспаған уақыт. Яғни ол соматикалық және психологиялық жағынан болсын, ол жаңағы кез келген органның жаңағы дұрыс дамығандығына байланысты, гормоналды өзгерістерге байланысты ол кезде толыққанды жаңағы дамымайды. Ол кезде ол организм ол жүктілікті жаңағы кері итереді, я болмаса ерте түсік тастау болады, я болмаса ерте босану болады. Оның барлығы қыздың денсаулығына өте үлкен әсер етеді. Яғни осыған орай ерте жүктіліктің алдын алу ол аналық тәрбие мен дұрыс ақпараттың бермеуіне байланысты. Қыз баланы ұлт тәрбиесі, яғни қызды өзінің намысын биік қою және жоғарғы қоюды және жауапкершілікті сезінуді және мектеп қоғамда өзінің орнын табатындай тұлға ретінде қалыптастыруымыз қажет. Енді сіздердің алтын уақыттарыңызды көп алмайын. Қорытындылай келе, ерте жүктіліктің алдын алу ерте тек қана тыйым салуға байланысты ғана емес, ең алдымен тәрбие арқылы сенім мен қолдау білдіріп, яғни қыз балалардың дұрыс шешім қабылдауына біз көптеген үлесімізді қосуымыз қажет. Осы соңғы кезде, яғни сағызда тіркеліп жатқан жағдайлардың барлығы сағыз өте үлкен жер емес, барлығыңызда шет жағасын естіп отырсыздар. Соған орай бір шешім, бір өздеріңіздің отбасы шағын мемлекет дейді ғой, бір мемлекет ретінде, яғни бір кішкене ұстаным ретінде кішкене тыйым салып, қазірден сіз балаларға өзіңіздің, яғни тыйым салып, оны әріңіз келмесе, ол қалаға шыққаннан кейін де ол сізге бағынбайды. Сондықтан қазірден алдын алып, қыз балаларымыз дұрыс тәрбиеге үйретейік. Болмаса, ондай жағдайлардың өзінде мысалы, ол айтпайды, кез келген қыз бала ол ондай жағдайға түскеннің өзінде ол өзін қоғамнан шектейді. Кез келген ол отбасынан да болсын, кез келген құрдастарынан болсын, бәрінен өзінің дамытын өзін шектейді. Сондай жағдай байқасаңыздар, если өздеріңіз ашылып әңгіме айтпаған болса, қазір кезде мектепте болсын, жаңағы больницада болсын, психологтар жұмыс жасайды. Сондай жағдайда ақын жақсы болсын десеңіздер, қазірден алдын алыңыздар деп айтқым келеді. Тыңдағандарыңызға рахмет. Қайырлы күн, ата-аналар, сағыз халқы, басшылар. Мен мына сағыз дәрігерлік амбулаториясының психологы Ерназима Айгерім Бержанқызы. Осы салада жұмыс жасағанымызға 10 жылдай болды. Жалпы ауылымызда көтеріліп жатқан мәселелерге байланысты осындай жиналыс болып жатыр. Жалпы ең бірінші мәселе бойынша буллинг мәселесі. Мектепте болып жатқан буллинг деген затты естіген шығарсыздар. Баланы бір-бірін мазақ ету, қорқыту, бір-бірін ұрып-соғу, шеттету сияқты көптеген мектептерде тіркелмеген жағдайлар өте көп. Күнделікті өмірде өзіміздің балаларымыздан байқаймыз ғой. Мені бүйтіп кетті, мені ұрып кетті, маған бүйтіп айтты деген сияқты сондай мәселе. Жалпы мен айтар едім, үйдегі тәрбиеден басталады. Ол қасындағы достарынан да басталады деп. Ең бірінші ондай нәрсені баламен сөйлесу арқылы шешуге болады. Баламен әкесі, анасы ашық сөйлессе, сондай жағдайлар орын алмайды деп есептеймін. Қазіргі кезде әкелеріміздің де баламен сөйлесуі өте аз.
аналарына ысырып тастайды да анасы айналысады деп өзі түзде жүретін. Түзде жүреді, бірақ балаға күніне бір сағатын болсын арнап баламен уақыт өткізу керек. Баламен ашық сөйлесу ғана бұндай нәрселерді тоқтатады. Содан кейін барып қана заңды қолдануға болады. Содан кейінгі мәселе зорлық-зомбылық. Зорлық-зомбылық әртүрлі түрде кездесуі мүмкін. Психологиялық, физикалық және жыныстық, сонымен қатар экономикалық зорлық-зомбылық деген де бар. Экономикалық зорлық-зомбылық деген мысалы адамды ақша жағынан қыстауы мүмкін. Жоқшылықтан пайда болатын зорлық-зомбылық. Отбасыда болып жататын жағдайлар содан болуы мүмкін. Ондай жоқшылықтың кесірінен пайда болған зорлық-зомбылықтар арты өте қайғылы жағдайларға апаруы мүмкін. Сондықтан отбасы құрардың кезінде, баланы өсірген кезде барлығын жан-жақты ойлап шешім қабылдаған дұрыс. Психологиялық зорлық-зомбылық деген ол атаковать етпей, физикалық күш көрсетпей, адамның миын уландыру, адамды манипулировать етеді ол. Сол сияқты жаңағыдай адамды сөзбен басып тастау деген сөз. Физикалық енді өздеріңізді ұрып-соғу жағдайларына байланысты зорлық-зомбылықтар болады. Солардың алдын алу үшін ата-аналар біздер өз-өзімізден бастауымыз керек. Балаға үлгі көрсетуіміз керек. Үлгі болатын семьяның көрсетуіміз керек. Айқай шыққан кезде баланың көзінше ұрыспай, оны бала жоқ жерде талқылап, ашық әңгімелесу керек. Сонымен қатар кішкентай балаларымызда қалада жаңағыдай бейтаныс адамдармен еріп кету, сосын басқа біреуге өзінің жеке мәліметін бермеу деген сияқты мәселелер қозғалады. Оғанға байланысты балаларды хабардар етіп отыру, ол ата-ананың және мұғалімдердің барлық қоршаған ортаның адамдарына байланысты деп ойлаймын. Жасөспірім арасындағы жүктіліктер, олар жүктілік ол өте қазіргі сағыздың ішінде өте көп кездесіп тұр. Оған соның салдары, мысалы, оқып жатқан бала оқуын тастап кетіп, одан кейін күйзеліске ұшырайды, мысалы, медициналық жағынан да денсаулығына кері әсерін тигізеді. Ол жастайынан әріптесім айтып өткендей, жаңағы баланың органдары 18 жасқа дейін үлкен ішіне баланы басқа адамды өміріне алып келу үшін әлі дайын емес. Сондай нәрселердің бәрін балаға түсіндіріп, ашық айтып, сөйлесу керек. Егер осындай жағдайлар кездесіп жатса, балаларымыздың басынан өтіп жатса, мектеп психологтары бар, мектеп әкімшіліктері бар, аурухана, амбулаторияда психологымыз бар. Көмек көрсетуге әзірміз. Бұндай жағдайлар қайталанбасын тілеймін. Рахмет, тыңдағаныңызға. Ассалаумағалейкум. Баршаңызға рахмет. Келіп, әкімшіліктерді шақырған екен, мешіттен деп. Рахмет баршаңызға. Осындай бала тәрбиесі туралы айтылып жатыр. Мына жерде 3 мектептің ата-анасы шақырылған екен, бірақ қарап отырсақ аз келген. Бұл қаншалықты баланың тәрбиесіне қарамау осыдан білуге болады. Қаншалықты ата-ана оның маңызды емес екен тәрбиесіне. Бізде
бір ақсақалға бір кісі келген екен, маған осы баламды тәрбиелейін деп жатыр едім деп. Сол кезде сен балаң туылды ма деген кезде иә деген екен. Онда сен кешіктің деген екен. Неге десе, бірінші сен өзіңді тәрбиеле деген. Әр адам бірінші ата-ана өзін тәрбие, өзін жақсы ұстаса, бала да соған қарап өседі. Внимание деп айтады мысалы. Соға перзентке, балаға көп уақыт бөлуіміз керек, дұрыс мәміле беру керек. Сол кезде бірінші сол ата-ана жауап береді. Сол өсіп өнгенге дейін. Бізде көбінше мысалы айтатын болсақ, адам ауырғаннан кейін барып дәрі дауа іздейді. Жоқ, біз бірінші болып ауырмайтын жол іздеу керек. Сол сияқты осы қылмысқа апармайтын сондай түзу жақсы жолдарды іздесек, осындай қылмыстардың кесетін болсақ, сол кезде жақсы болады деп ойлаймын. Баршаңызға рахмет. Құрметті азамат, сұрақтарыңыз болса, жауап беруге дайынбыз. Сұрақ бар ма? Жалпы қорытындылай келгенде осыған дейін бірнеше жиналыстар өтіп жатыр ғой. Кешегі жағдайларға байланысты да соңғы 3 мектептің бүкіл қыз балаларды жинап жиналыс өткізді. Сол кезде де аяғана Мейрамгүл апайымыз өте жақсы нәрселер айтты. Енді түсінген адамға өздеріңіз ата-ана ретінде осы айтылып жатқан нәрселердің бәріне түсіністікпен қарап, қалай өздеріңізше шешім қабылдап, кішкене тыйым салу жағынан да атсалысыңыздар. Кешкілік жүруді тоқтатыңыздар, магазинге жұмсау, әртүрлі жағдайларға байланысты әртүрлі сылтау айтады, баланы ұстап алған кезде де. Сол үшін кешкілік мезгілге қалдырмай, кішкене қыз балаларымызға жыныстық тәрбиемізді күшейтейік. Бүгінгі келіп қатысқандарыңызға, уақыт бөліп қатысқандарыңызға көптен көп рахмет. Әкім жоқ, көтере алмай отырмыз. Өтті ма? Өтті.